Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева және мен Талғат Алман. Елбасы жарлығымен Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев Қазақстан Республикасының энергетика министрі болып тағайындалды, ал Павлодар облысының әкімі болып Болат Жұмабекұлы Бақауов тағайындалды деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Шығыс қазақстандық Ризабек Төлеуғазы мемлекеттен 2 миллион теңге несие алып, ағаш шеберханасын ашқан. Қазір оның өнімдеріне сұраныс бар. Қалбатаулық кәсіпкер болашақта ісін кеңейтіп, ауыл тұрғындарына қосымша жұмыс орындарын ұсынғысы келеді. Тілші материалы. Ризабектің ағаш шеберханасында тыным жоқ. Есік, терезе, үстел, орындық сияқты бұйымдар жасай бастағалы, аудан халқы осында тапсырыс беретін болды. Бұл өнерді әкемнен үйренгем дейді осыдан 10 жыл бұрын Қытай елінен көшіп келген қандасымыз. Магазиндегілердің көбі өлшемге сай келе қалмайды. Біз барып өлшеп аламыз, үйдің қандай есік келеді, қандай терезе келеді, қандай үстел келеді, бәрін біліп, содан солай қарай жасап береміз. Кеңітсем бе деген ойым бар. Бос жүрген азаматтар енді үйренетін болса, үйретсем деген ойым да бар. Келіп үйренуге оған есігім ашық. Бос жүргенше, қарап жүргенше өнер үйренсе жақсы ғой деп ойлаймын. Ризабек қол жайып ешкімнен көмек сұраған емес. Қазір еңбек етуге барлық мүмкіндік жасалған. Тек ынта жігер керек деп есептейді ол. Өзінен басқа 2 адам еңбекпен қамтылды. Азын-аулақ қорасында малы және бар. Ерінбей істеген адамдарға жұмыс көп қазір. Біз осылай кәсіптеніп жатырмыз, кәсібіміз жақсы қазір. Жолдасым былай ағашшылықпен жұмыс істеп жатыр. Мен өзім жеке кәсіпкермін. Еңбекпен келген нан тәтті болады. Жалпы соңғы 5 жылда аудан бойынша 400-ден астам тұрғын Ризабек сияқты мемлекеттік бағдарламамен шағын несие алып кәсібін дөңгелеткен. Биылдың өзінде де бізге тағы да өтініш бергендердің санына 100-ден асып өтеді. Ал енді қайтарымына келетін болсақ, біздің аудандағы алған адамдардың барлығы уақытында қайтарып отыр. Ал Ризабек биыл тағы бір кәсіпті қолға алуды жөн санапты. Жылыжайда көкөніс өсіріп, ауданды сапалы өніммен қамтымақ. Сонда тағы 3-4 адамға жұмыс табылмақ. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданынан. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы болып Бақтықожа Ізмұхамбетов сайланды. 6-шы шақырылым депутаттарының жұмыс күні тілшіміз Эльвира Тағайқызының назарында болған. Әңгімесіне назар аударайық. Жаңадан сайланған депутаттар үшін бүгін жаңалық көп болды. Алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оларға үлкен сенім артып, міндеттер жүктеді. Содан кейін мәжіліс жаңа шақырылымдағы алғашқы отырысын өткізіп, алдымен төрағасын сайлап алды. Дауыс беру жасырын түрде арнайы бөлінген аймақта өтті. Оған барлық депутаттар қатысты. Нәтижесінде 107 депутаттың қалауымен парламент мәжілісінің төрағасы болып Бақтықожа Ізмұхамбетов сайланды. Дауыс беру үшін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарына 107 бюллетень берілді. Дауыс беруге арналған жәшікті ашқанда, онда 107 бюллетень болды. Жарамсыз бюллетендер жоқ. Берген дауыстар былайша бөлінді. Жақтап 107, қарсы жоқ. Өзінің қолдап дауыс берген депутаттарға алғыс айтқан жаңа төраға жиын барысында өзіне лайық орынбасарлар ретінде Владимир Башко мен Гүлнар Исимбаеваны ұсынды. Оларға да дауыс берілді. Ешбір депутат ол ұсынысқа қарсы болған жоқ. Нәтижесінде жаңадан сайланған қос орынбасар депутаттар отыратын жалпы орнынан президиумға жайғасты. Бұл екі азаматты сіздерге көп таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Екеуі де елге белгілі азаматтар. Көптеген жауапты мемлекеттік қызметтерді атқарды. Владимир Карпович осыған дейін еліміздің ішкі істер министрінің орынбасары болып қызмет істеді. Ал Гүлмира Истайқызы біраз уақыттан бері өздеріңіздің қатарларыңызда жұмыс жасады. Жақсы білесіздер. Сонымен қатар бүгін жаңа құрам жаңа комитеттерге бөлінді. Өткен шақырылымда төменгі палатада 7 комитет жұмыс істеген болатын. Олар осы жолғыда өзгеріссіз қалу шешімі қабылданды. Күн тәртібіндегі келесі мәселе тұрақты комитет төрағаларын сайлау болды. Оларды палата спикерінің өзі ұсынып, бір ауыздан қолдау тапты. Сондай-ақ отырыс соңында Қазақстан Республикасы конституциялық заң аясында депутаттар үкімет басшысынан сенім білдіріп дауыс берді. Ал үкімет басшысы өз кезегінде халық қалаулыларына алдағы жұмыстарына табыс тілеп, бірігіп әрекет етуге дайын екенін жеткізді. Эльвира Тағайқызы, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар.
Былтыр Алматы облысында 42 білім беру нысандарының құрылысын жүргізу үшін 18 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Оның 27-сі пайдалануға берілсе, қалған 15 нысанның құрылысы биыл жалғастырылып жатыр. Білім саласындағы құрылыс нысандарын қаржыландыруға үстіміздегі жылы да қомақты қаражат бөлініп отыр. 52 нысанға 32 миллиардтан астам теңге жұмсалмақ. Сөйтіп, 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептер мәселесі келесі жылы толық шешіледі. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған брифингте облыстық құрылыс басқармасының өкілдері айтты. Облыста апатты жағдайдағы мектептер саны 24 болған, оның 23-нің мәселесі шешілді. Бір ғана бізде Райымбек ауданы Саржаз ауылында мектеп қалып отыр. Оны биылғы жылы ұлттық қордан уже қаражат бөлінді. Биыл жылы бастап келесі жылы іске қолдануға береміз. Осылайша 2017 жылы толығымен жаңа апатты және 3 ауысымды мектептердің мәселелері толығымен шешіледі. Малдың қиыннан тоқ көзін өндіруге әбден болады. Қарағандыдағы іргелес орналасқан Дубовка ауылындағы шаруа қожалықтарының бірінде органикалық қалдықты өңдейтін шағын кәсіпорын іске қосылды. Баламалы қуат көзін өндіретін игі жоба экологиялық жағынан аса тиімді. Оны жүзеге асыру үшін жергілікті кәсіпкер 267 миллион теңге салыпты. Ардақ Асылханұлының материалы. Дубовка ауылындағы шошқа фермасынан күніге 300 текше метр қи шығады екен. Бұған дейін бұл органикалық қалдық полигонға төгіліп келсе, қазір шаруа иесі оны кәдеге жаратудың кілтін тапты. Ферма жанынан салынған шағын зауытта өңделіп, тоқ алынады. Айталық мал қия алдымен гидрореакцияланып, кейін арнайы реакторға жіберіледі. Сосын ол жерде метан газы ажыратып алынады. Все, начинаем работу, закачиваем. Бұл жүйе бұдан әрі тек газбен жұмыс істейді. Жиналған табиғи отынды сығымдау арқылы генераторға жібереміз. Сол жерде газ жағылып, электр қуаты өндіріледі. Шағын зауыттағы заманауи технологияның көмегімен 1 текше метр органикалық қалдықтан 25 текше метрге дейін метан газын ажыратып алуға болады. Осылайша тәулігіне 300 киловатт, ал жылына 2600 мегаватт электр қуатын өндіруге мүмкіндік бар. Бұған қоса кәсіпорын күн сайын егістік алқаптарына 5 тоннаға дейін тыңайтқыш шығаруға да қауқарлы. Я думаю, что этот проект... Барлық шаруа қожалықтарына осы жобаны қолдануға кеңес беремін. Бұл қалдықсыз әрі экологиялық тұрғыдан аса тиімді технология. Қазір біз шаруашылыққа қажетті тоқ көзін толықтай өзіміз өндіріп отырмыз. Шикізат үшін кез келген органикалық қалдықты пайдалануға болады. Тіпті бидай масағы да жарап тұр. Бұл инновациялық жоба жақында облыстағы индустрияландыру картасына енді. Келешекте шаруашылықта өндірілген электр қуатын өзге аймақтарға тарататын арнайы желіні іске қосу жоспарда. Бұл игі жұмыс еліміздегі ірі энергетикалық компаниялардың қатысуымен жүзеге аспақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар, Қарағанды облысынан. Ел экспортының өрісі кеңейді. Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктері мен Ауғанстанға тауық жұмыртқасын тасымалдай бастаған. Ақжолтай жаңалық Казнекст Инвест компаниясының ресми сайтында жарық көрді. Жақын болашақта отандық құс фабрикаларының өнімін көрші Ресей нарығына да шығару жоспарланып отыр. Осы мақсатта Қазан қаласы мен Новосібірде сауда миссиясы өткізілмек. Бұл бағыттағы жұмыстар қыркүйек айында Біріккен Араб Әмірліктерінде де жүргізілмек. Себебі таяу шығыстағы ел жылына 1 миллиард данаға дейін тауық жұмыртқасын сырттан тасымалдайды. Айта кетейік, еліміздегі құс фабрикалары 2015 жылы 4,7 миллиард дана жұмыртқа өндірген, оның 59 миллионы экспортқа шығарылған. Дегенмен еліміз бұл көлемді жылына 700 миллионға дейін жеткізуге қауқарлы. Ал жұмыртқа бойынша Қазақстанның ішкі сұранысы толық өтеліп отырған көрінеді. Қару-жарақ шығаратын Беларусь кәсіпорындары Қазақстандағы зауыттармен ынтымақтастық орнатпақ. Бұл туралы Минскідегі дөңгелек тартқыштар зауытының өкілі Владимир Гримский хабарлады. Олар біздің мемлекеттен бірлесіп әскери және азаматтық техниканы шығаруды көздейді. Сондай-ақ Беларусь Республикасының қорғаныс кәсіпорындары ресейліктермен де әріптестігін нығайтпақ. Қазіргі таңда олар рубеж зымыран кешенінің салынуына байланысты зауыт өніміне деген сұраныстың артуын күтіп отыр. Специальную технику для буровых, то есть подмобильные. Бізді қорғаныс өнеркәсібі нарығының бірнеше бағыты қызықтырады. Оның ішінде бұрғылауға арналған техникалар жағы. Беларусьте жасалатын ұшақ дөңгелектері Қазақстанға Ресей Федерациясынан келетін кешендердің құрамында бар. Ал Еуразиялық экономикалық одақтың басты мақсаты осы жолдағы механизмдерді оңтайландыру. Алдағы уақытта жұмыстар барлық тарапқа ыңғайлы жолға түседі деп ойлаймын.
Atlantic City ақшасыз қалды. Қазынада қаржы жоқ. Қалалық бюджеттегі ақша 7 сәуірде сарқылады. Осыдан кейін қала әкімшілігі өз қызметкерлерін бір ай ішінде қысқартуына тура келеді. Айта кетейік, қалалық басқарма жұмысшылары осыған дейін де 3 апта бойы жалақысыз еңбектеніп келген. Мәселенің шешімін Atlantic City мэрі тапқан көрінеді. Айтуынша шаһардың дағдарыстан аман қалуы үшін штат қазынасынан көмек сұрау керек. Бірақ қаржыға қатысты мәселеде тез арада келісімге келіп, оны бірден жүзеге асыру екіталай екенін мойындайды. Осы мәселе төңірегінде полиция және өрт сөндіру қызметтерінің басшылығымен бас қосу өткіздік. Әзірге еңбек ақысыз жұмыс істеуге дайынбыз деп отыр. Бір аптама, бір айма, әйтеуір бір күні олардың да төзімі таусылар. Егер қаржы табылмаса, осы қызметтерімізде көп ұзамай өз жұмысын тоқтатады. Ақштың банктік жүйесі де тығырыққа тірелгелі тұр. Бұл қаржы дағдарысына қатысты емес, мәселенің мәнісі кибертыңшылыққа қатысты. Ресми Вашингтон банктерге Иран хаккерлері шабуылдаған деп отыр. Америка әділет министрінің мәлімдеуінше, 7 Иран азаматы қаржы компаниялары мен энергетикалық орталықтардың серверлерін бұзу әрекеттеріне барған. Арасында Нью-Йорк маңындағы бөгет және NASA компьютерлік жүйесіне зақым келтіргендері де айтылды. Осы тектес шабуылдар ақш үшін миллиондаған долларға тең шығын әкелетін көрінеді. Шабуылдар жүйелі түрде жасалып келеді. Бұл еліміз үшін экономикалық тұрғыда зардап келтіреді. Сондай-ақ Америка азаматтарының да жеке басына қауіп төндіретіні анық. Қылмыс еркін нарық пен жергілікті компаниялардың жұмысына қасақана кедергі келтіру үшін жасалды деп ойлаймыз. Бүгін елордада студенттер мен жас кәсіпкерлер арасында проблемалы бизнес тапсырмаларды шешуге арналған алғашқы зияткерлік ойын өтті. Жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында өткізілген сайысқа 40 адамнан құралған 10 топ қатысуда. Ойын болашақ бизнес компетишн жинақ материалы негізінде жүргізілді. Қатысушыларға іс жүзінде болған күрделі бизнес тапсырмалар берілді. Ең үздік шешім ұсынған маман ақшалай сыйға ие болмақ. Айта кетейік, мұндай бизнес ойындар Гарвард бизнес мектебінде жиі өтеді. Ал Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылған сайысқа қатысуға бастапқыда 113 топ ниет танытқан. Алайда олардың тек 10 ғана ақтық сайысқа жолдама алды. Қазір үлкен комиссия алдында олар өз жұмыстарын көрсетіп, бүгін бірінші, екінші және үшінші орынды жүлдегерлерді біз атап айта аламыз. Бірінші орынның жаңағы қоры ол 400 мың теңге, екінші орын 200 мың теңге, және де үшінші орын ол 120 мың теңге арнайы біздің сыйлықтарымыз дайындалып қойылды. Әзірге айтарымыз осы. Амандықта, саулықта жүздескенше.